Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге егов порталы арқылы тұрғылықты мекен-жай бойынша тіркеуді үйрететін боламыз. Ол үшін міндетті түрде порталға кіру керек. ECH ключпен, яғни электрондық цифрлық қолтаңбамен кіретін боламыз. Ауыз ключін және парольді жазамыз. Және порталға кіреміз. Порталға кірдік. Енді азаматтық миграция және иммиграция бөліміне өтеміз. Және бұл жерден халықты тіркеу және тіркеу есебінен алып тастау деген бөліміне өтеміз. Тұрғылықты жері бойынша тіркеу деген батырмаға басамыз. Онлайн сұрау. Және мынадай 3 қадамды жасау керек. Бірінші деректерді толтырамыз. Келу мақсаты, басқа, қоғамдық санаты, өз бетінше жұмыспен қамтылған, деңгейі жоғары, мамандығы, техникалық, некеде тұрады, тіркелудің себебі, қала ішіндегі мекен-жайдың өзгеруі. Меншік иесі мен емеспін дейді, және бұл жерге дейінді жазады. Меншік иесінің аты-жөні жазылды. Мына жерде енді мекен-жай деген бөлімде Шымкент қаласы, оның ішіндегі аудандары және оның мөлтек аудандары, соларда дұрыс толық тауып жазып қойымыз керек. Мекен-жайдың толық жаздық. Үй деген жерге үйдің номері, пәтер болса пәтердің номері, осыларды толық толтырамыз. Және тексеру батырмасын басқаннан кейін, мүлік табылды дегеннен кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Одан соң электронды цифрлық қолтаңбамызбен қол қоятын боламыз. ECH ключпен қол қоямыз. Барлық жерде бірінші кірерде ауызбен кірсе, екінші қол қоятын кезде міндетті түрде ECH ключпен қол қоямыз. Қолтаңба екінші қадам болатын, енді үшінші қадам бізде мәртебе. Келісімді күтуде деп тұр. Енді бізде үйдің иесі келісім беру керек. Қазір біз үйдің иесінің ECH-сымен кіріп тұрмыз. Және оның қызметтер алу тарихы деген бөліміне өтеміз. Оған бірден мынандай сообщение келеді. Бұл жерде мінекей кімнің бергенін сұрап тұр, және мәртебе парағы деген жерге өтеміз. Сөйтіп бұл жерде біз құптау деген батырманы басуымыз керек. Яғни үйдің иесі құптайды немесе бас тартады. Біз құптау дегенді басамыз, және үйдің иесінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен кіретін боламыз. Және бұл жерде де айта кететінім ECH ключпен қол қоямыз. Парольді жазамыз, писать деп басамыз. Мәртебесін жаңартамыз. Мінекей келісілді деп тұр. Енді жаңағы біздің мәртебемізді көрейік. Мінекей тастаған жерімізде мәртебеміз үйдің иесі келісілді деп тұр. Мінекей осылай тұрғылықты мекен-жай бойынша тіркеу жасауға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.